Қазақ тілі мен әдебиет егіз ұғым. Қазақ тілінде қазақтың сары сайран даласы, біресе желсіздей тымық, біресе құйындай екпінді, үдере көшкен тұрмысы, асықпайтын, саспайтын мінезі тұр деп Мағжан Жұмабаев атамыз айтқан. Ал әдебиет болса, ол сөз өнері. Әдебиеттегі ұлағатты адамдар адамтану құралы десе, біз әдебиетті адамды тәрбиелеу құралы дейміз. Өйткені әдебиет жасөспірімдерге сөз маржандарының қыр-сырын танытып қана қоймай, ол адамның бойындағы асыл қасиеттерінің қалыптасуына, имандылықтың нұрын себеп отырып тәрбиелейтін бірден-бір құрал деп айтсақ болады. Жалпы әдебиет сабағының әр сабағы тек қана білім беріп қана қоймай, сонымен бірге адамның бойындағы адамгершілік қасиеттері, әсемдікке, сұлулыққа деген құштарлығын таныта отырып, олардың өзінің болашаққа деген нық қадам басуына жол көрсететін, сол арқылы сырласатын сырласу сабағы десек те болады. Ана тіліміздің бар асылын бойымызға сіңіре білейік.